Вообще салам достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен мен әдеттегідей телефон құпиясы арнасы боламын. Достар, бүгін сіздердің сұрағандарыңыз бойынша қалай телефонды қатырбауға болады, телефон қатпайтын жасау. Ол үшін қазір настройкаға кірейін мен. Соңына түсіп мінекей устройство деген тұр ғой. Осыған басып. Так, қазір номер сборкаға баса беріңіздер. Сосын сіздерге қосымша не шығады, мінекей параметр разработчик деген. Осыған басып, мінекей аст жағынан түсе берсеңіздер, мінекей бастап анимация бәрін отключить етіп тастаңыздар. Сосын мынакі дисплейді жоқ ете салыңыздар. Бұл керегі жоқ. Мына стандарт не болса, нет фоновый процессов. Осыны жасай салыңыздар. Және де қазір мен сіздерге мынаны түсіндіріп кетейін. Сіздердің телефондарыңыз, мысалы үшін мінекей сіздерде бірде тұруы мүмкін. Қимылдау уже қиындай бастайды, жай қимылдайды. Егер жаңағын жасасаңыздар, телефондарыңыз тез қимылдай бастайды. Мінекей жай болып жатыр, көрдіңіздер ма? Камнан сіздерде әртүрлі тұруы мүмкін. Бұлар мысалы үшін 5-ге қоям. Вообще жай болып қалды. Бұны отключить етіп тастаңыздар бәріне. Сіздерде 1-де немесе 0.5-те тұруы мүмкін. Барлығын отключить етіп тастадым. Қайттан қимылдауы өз қалпына келді. Бұл бірінші амал. Сіздерде мынау не болуы мүмкін, 16 мынан 64 қыласаңыздар. Бұл және бұл памяттің толуына. Так, ендеше тағы бір амал бар. Ол сіздердің телефондарын жаман қатып жатса, және де памятін толтырып тастаса, телефондың очистить етіп, формат етіп тастайсыздар. Барлық зат өшеді, телефон жап-жаңа болып қайттан шығады. Ол үшін мінекей архив сбросқа кіреміз. Мінекей сброс данных, сброс устройство удалить все десеңіздер, барлығы телефондарыңызды бір перезагрузить болады да, барлық зат өшіп, аккаунтты басынан тіркейсіздер, барлығын басынан жасайсыздар. Достар, видео ұнаса обязательно лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Видео осы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.